Бізге мейірімділік пен өзара көмек, бір-бірімізге ізет пен құрмет, қазақтың дархан даласында достық пен өзара сыйластықтың ерекше үлгісін қалыптастыруға мүмкіндік берді. Барша қазақстандықтар бұны бағалайды, әрі мақтаныш етеді. Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы. Қайырымдылық керуені белсенді азаматтық ұстаныммен, игі істермен, іс-әрекеттермен басқаларды ынталандыратын, әлеуметтік және қоғамдық мәселелерді шешуге үлес қосатын қазақстандықтарға арналған жоба. Мұнда балабақшадағы бүлдіршіннен бастап, мектеп оқушылары, студенттер, әртүрлі жастағы жұмысшылардың айналаға қарап, кімге қол ұшын соза алатынын ойлауға аса маңызды. Осылайша бұл игі дәстүрге айналады. Қайырымдылық, жомарттық, жанашырлық және жан кеңдігі біздің халқымызға ана сүтімен сіңген қасиеттер. Бұл оқиға 2017 жылдың 9 қарашасында болды. Мен жұмыста болғанмын, түнгі ауысымда едім. Ұлдана үйдің үлкені ретінде басқаларына бас-көз болып қалды. Түнгі сағат 2 шамасында үйдің қожайыны телефон шалып жылай бастады. Ол балалар жоқ, уақытша тұрғын-жай өртеніп жатыр деді. Мен келгенде үйдің шатыры да, басқасы да қалмапты. Бәрі өртеніп кеткен. Балалармен бірге кетермін деп ойладым. Балалар табылмаса, солардың соңынан аттанамын деп те бекіндім іштей. Сәбилерім қасында болмаса, маған өмір сүрудің қажеті қанша? Бұл жерде төсек тұрды. Ал мына жерде матрас. Ал мынау тұста теледидар тұрған еді. Ал біз ұйықтап жаттық. Оянып кеткенімде ас үй өртеніп жатты. Алдымен Рауанды алып шықтым. Содан кейін Дәуітті. Ал Маликаны 5 минутта іздеп қалдым. Ол матрастың артына тығылып қалыпты. Егер ол оянбағанда не боларын да білмеймін. Ол інілері мен сіңлілерін өмірін құтқарып қалды. Қызым, оларды ешқашан тастамаймын. Бұлар әлі кішкентай ғой. Бауырларыма әрқашан бас-көз болуым керек дейді. Бар дүниеміз өртеніп кетті. Ештеңе де қалған жоқ. Бірақ жұрт бізге қол ұшын созды. Бірі киім-кешек, екіншілері азық-түлік әкелді. Енді біреулер ақшалай көмектесті. 2018 жылдың 16 қарашасында бізге осы пәтерді берді. Осы баспананы алуға көмектескен жандарға мыңда бір рахмет. Әлемде қайырымды жандар көп деп ойлаймын. Адамға жақсылық жасасаң, ол саған 2 есе артық болып қайтады. Туған жерге деген сүйіспеншілік, болашақ ұрпақтың тағдыры үшін жауапкершілік және өз халқына шексіз адалдық. Біздің ата-бабаларымыз осылай өмір сүрген. Олар нағыз патриоттың ең ізгі қасиеттерін бізге мұра етіп қалдырды. Қоғамдық өмірге осыдан 3 жыл бұрын араласа бастадым. Мақсатым туған өлкеміздің таза болуы әрі жасыл желекке орануы. Мен Топинамбур мәдениетін Атырау қаласында ауаны тазартудың экологиялық шешімі ретінде қарастырамын. Биыл Сәтбаев көшесіндегі балалар алаңын көгалдандырдық. Сондай-ақ автожолдардың бойындағы жұмыс көліктен шығатын зиянды газдардың үлесін азайтуға септігін тигізеді. Сонымен қатар 2017 жылы тұрғындарға 10 мың ағаш көшетін тараттық. Олар өздері ағаш отырғызып, күтіп баптауы тиіс. Бәрін бір мезетте өзгерту мүмкін емес. Ең бастысы, қала ауасын тазартсақ деген мақсат бар. Бұл өңір адамдардың өмір сүруі үшін қолайлы болуы тиіс. Біз краудфандинг әдісімен газ анализаторын сатып алдық. Қалада жиі тексеру жүргізіп, жұртты құлағдар етеміз. Экологияға жауапты мекемелер осы ақпаратта өз жұмысында пайдаланды. Сол жылы жанашыр әрі ергезек жандардан құралған топ көп балалы отбасыға үй тұрғызып беруді ұйғарды. Мейрамгүлдің отбасындағы жағдай қиындау. Олар уақытша баспана жалдап берді. Ал біз осы отбасының өз үйі болуына көмектестік. Алдымен жер телімін сатып алдық. Одан кейін құрылыс материалдарын жинау науқаны басталды. Бәріміз жұмылып үй тұрғыздық. Мен осы жобаға қатысқаныма қуаныштымын. Мен осы жерде дүниеге келдім, осында өмір сүрем. Маған бізден кейінгі ұрпақтың қалай өмір сүретіндігі өте маңызды. Меніңше адамның артында тек оның жасаған жақсы ісі ғана қалады. Егер сен біреуге жақсылық жасасаң, ол саған жақсылықпен жауап қайтарады. Осылайша жақсылық арта түседі. Тек бастау қажет.
әдемілік әлемді құтқарады дейді, бірақ мен әлемді жақсылық құтқарады деп ойлаймын. Әлемде жақсы адамдар жетерлік, олар туралы айту керек. Оларды көрсетіп, олар жайлы сөз қозғау қажет. Себебі бір жақсылық екіншісінің бастауы болады. Қазан айында біздің жобамыздың басталғанына 4 жыл болады. 10 түскі астан бастап едік, қазір күніне 400. Осы сәтке дейін 100 түскі ас үлестірілді. Ең басында бір орын ғана жұмыс істеді, ал қазір 5 жерден ас таратылады. Біздің жоба кез келген мұқтаж жанға арналған. Яғни ерекше күтімді қажет ететіндер көп балалы және аз қамтылған отбасылар. Негізгі топта зейнеткерлер. Неге олар? Себебі зейнеткерлікке шыққан соң қоғамнан шет қалып қойып отыр. Біздің ұжымның басым бөлігін айрықша күтімді қажет ететін қызметкерлер құрайды. Олар өз жұмысы арқылы қолынан іс келетінін көрсеткісі келеді. Ал біз оларға осы мүмкіндікті береміз. Көптеген адамдар біздің жобаға қатысуға ниет білдіреді. Жұрт өзінің қайырымды ісі туралы айтады. Бірі азық-түлік берсе, енді бірі ақшалай көмек көрсетеді. Кейбіреулер ақпараттық қолдау көрсетеді. Мен адамдар өздерінің жанашыр екенін біле бермейді деп жиі айтамын. Олар үнемі жақсылық жасауға дайын тұрады. Біздің қайырымдылық керуені сапарын сәтті бастады. Оның ғұмыры ұзақ болады. Себебі біздің жердегі қайырымды жандарды санап бітіре алмайсыз.